Достар, мен дәл қазір онлайн түрде Австралияның визасын тапсырғалы жатырмын. Бірақ бұл бұрынғыша емес. Өзім ешқандай жұмыс жасамай, толықтай жасанды интеллект арқылы визаға тапсыратын боламын. Бұны қалай жасау керек десеңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мынау, яғни Австралияның арнайы сайты. Сіз егер Австралияға өтініш беруге жоспарлап жүрген болсаңыз, осы сайт арқылы, яғни визаңызды тапсырасыз. Енді кірген кезде осындай бет шығады. Ал енді бұны біз бұрынғыша тапсыратын болсақ, барлығын өзіміз, яғни таңдауымыз қажет болады. Мына жерге new applicant деп жазуымыз керек деген секілді. Ал енді бұны біз оңай түрде жасанды интеллект арқылы тапсырамыз. Ол үшін мына жерден мынау cloud деген таңдаймыз. Бұл cloud деген соңғы шыққан ең керемет жасанды интеллекті. Бұл жерге біз, яғни, команда береміз. Маған Австралияның турист виза SAP 600 визасына өтініш бер деп бере саламыз. Ал енді қараңыздар, менің екі қолым осында. Бұл өзі компьютер менің алдымнан маған жұмыс жасап береді. New applicant, яғни SAP 600. Visitor виза, дұрыс таңдадым екен, visitor виза. Енді бұның ішінде SAP 600, яғни шетелдіктерге SAP 600 таңдау керек. Көрдіңіздер, соған таңдап жатыр. Ал енді бұдан ары қарата сіздің құжаттарыңыз қай жерде, қай драйвта, соның барлығын мына жерге жазып бересіз. Менің, яғни, паспортым, анамның құжаттарым осы жерде деген секілді айтып қоясыз. Бұл соған орай барлығын өзі жасайтын болады. Дәл осылай жасанды интеллект арқылы визаға ешкім тапсырған жоқ. Мен өзім алғашқылардың бірі болып тапсырдым. Енді нәтижесін мен айта алмаймын. Мен өзім Австралияда халықаралық агентствода жұмыс жасағам. Сол жердегі тәжірибелі, яғни заңгерлердің өзі осындай нәтижені кәсіби түрде жасай алмайтын. Австралияда мысалға неше түрлі визалар бар. Жұмыс визасы, студент виза, турист виза деген секілді. Соның барлығын сіз тапсыруыңызға болады. Бірақ сізде жасанды интеллект жайында білім болу керек, алғашқы ақпарат болу керек. Сол білімді мен сізге беру үшін арнайы өзімнің сабағымды түсіріп қойдым. Австралия үкіметі қандай құжаттарды қабылдайды, және жасанды интеллект қалай біз тапсыра аламыз деген секілді алғашқы білімдер берілген сабақтар бар. Сол сабақты көру арқылы сіз любой елдің мемлекеті, яғни Канада, Жаңа Зеландия, Австралия деген секілді барлық мемлекеттің барлық визасын сіз тапсыруыңызға болады. Толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp нөмірге хабарласыңыздар.